Біз бүгін биылғы жылдың ең шулы фильмі «Аватардың» тұсаукесеріне келдік. Қазір мұнда шағын зерттеу жасамақпыз. Менің қолымда фильмнің қазақша нұсқасының билеттері бар. Қазір залға кіріп, қазақша дубляж саласындағы кей мәселені зерттейміз. Сеанстардың уақытын ыңғайлы ма, келушілердің қарасы қандай, көрермендер аударма сапасы туралы не дейді? Кеттік. 15 желтоқсан тұсаукесер күні кешкі сеансқа билет таба алдық. Бұл біз барған кинотеатрдағы жалғыз қазақша сеанс. Басқа жақтағы жағдайда осындай, көбі әрі кетсе екі қазақша сеанстан қойған, 20-дан астам сеанс орыс тілінде. Уақыт жағынан Алматыда кинотеатрлар баланс сақтауға тырысқан. Бір сеанс күндіз, бір сеанс кешкі уақытта. Сатылған орындардың санына қарағанда біздің зал жартылай толы болатын түрі бар. Ал фильм басталғанша маңайдағы жұрттан қазақша дубляж туралы сұрадық. Аватар 2-нің қазақша дубляж шыққанын білем. Қазір ғой негізі басқа бір киноға кіріп бара жатырмыз. Негізі жоспарымда бар, жалпы туыстармен, таныстармен осы бір Аватар 2 фильміне кіруге, осы бір қазақша дубляждың дамуына үлес қосуға. Қазақ тілін кішкене дамыту керек, оны дубляж енді қалыптасып отыр ғой Қазақстанда. Оны негізі поддержка беру керек кішкене. Бірақ бұған дейін көрмедіңіз бе өзіңіз? Көрмедім, қазір де мені орысшаға алдым, потому что кейбір жерлерін түсінбей қалуы мүмкін. Қолдау үшін барсам болады, бірақ өзімде әлі үйреніскен жоқпын. Негізі орысшаға барған көбірек жақсы болып тұр қазір. Сеанстың басында көрермендердің саны көп болмады, бірақ кейін асықпай келген халықпен бронталған орындар толды. Біз барған тағы бір залдағы көрініс те осыған ұқсас. Зал жартылай толы. Қазақша сөйлеген Аватар көбінің көңілінен шыққанға ұқсайды. Мен инстаграмда көргенмін, дубляж жасаған адамдар өзіме ұнады. Осы трейлердің қазақша нұсқасы ұнағасын келдім. Бірінші рет келіп тұрмын қазақша дубляждалған киноға. Әсерлі болды. Андай бір кейде болады ғой, бір жараспай, бір сөз келмей тұрған сияқты, сондай бір шынайы болды. Өзіңіз көріп тұрғандай жылап шықтым. Егер адамдар қазақша тілді дубляжға баратын болса, мүмкін кинотеатрлар қазақша қойылған уақыттың киноларын көбейтетін шығар деген. Давайте соны істейік деген сияқты бір не болды бір шетінен соншалықты 3 сағаттық кино болғаннан кейін, чем басқа тілде қарағанда қазақ тілінде сен жақсы түсесің да, өйткені қазақша оқығансың, қазақша сөйлейсің. Дубляж жақсы, и кейбір жерінде біз күнделікті қолданатын жаргон сөздердің өзін қазақшаға аударғанда мысалы. Қазақша дубляж ұнады, жақсы түсірген. Жалпы қазақша дубляжды қолдау керек деп ойлаймыз, просто қазіргі кезде аз көрсетіп отыр ғой кинотеатрларда. Қазір өзіміз қолдамасақ, ешкім ары қарай сандары көбеймейді да фильмдердің ше. Кинопремьералардың барлығын дубляждау керек деп есептеймін жалпы өзім. Билет сатумен айналысатын кинокезет қосымшасының деректеріне қарап, біз бақылаған сұранысты алғашқы аптадағы орташа көрсеткіш деп бағалауға болады. 21 желтоқсанда ресми дистрибьютор Меломан компаниясы қазақша Аватар қаралым саны бойынша бұған дейін аударылған фильмдермен салыстырғанда рекорд орнатқанын жазды. Аватар шығардың алдында желіде жұрт фильмнің қазақшасына баруға шақырған посттар жариялап, кинотеатрлардан қазақ тіліндегі дубляжды қоюды талап ете бастаған. Кейін бұл мәселеге мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев араласып, ол да қазақша сеансқа баруға шақырды. Десе де қазақша сеанстардың саны орыс тілімен салыстырғанда әлде қайда аз. Бізге сұхбат беруге келіскен Чаплин Синема кинотеатрлар желісінің өкілі осы қарқын азаймаса сеанстардың санын көбейтеміз дейді. На сегодняшний день их уже более 5 сеансов в среднем на каждый кинотеатр. И так, наверное, будет всю следующую неделю. Потому что это не потому, что кто-то, грубо говоря, спрашивает, а потому что мы видим, что загрузка на этих сеансах адекватная. Она меньше, чем на русскоязычные сеансы, хоть их и больше, но она, скажем так, экономически обоснована. То есть мы видим, что спрос есть и, соответственно, добавляем. Қазақстанда шетелдік кинопремьераларды қазақ тіліне дубляждау 10 жыл бұрын басылған. Қазірге дейін 40-қа жуық картина аударылды. Бірақ қоғамда қазақша фильмдер толық зал жинамайтыны, сол үшін кинотеатрлар оларды көбейтуге құлықсыз екені жиі айтылып жүр. Белсенділер елде көрсетілетін барлық фильмді қазақшаға аударуды заң жүзінде міндеттеу керегін айтады.